Баршаңызға сәлем, есімім Гүлшан, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз зат есімнің септік жалғаулары. Сөздерді бір-бірімен байланыстыратын жалғаулардың бірі септік жалғаулары. Сөздерге грамматикалық мағына беріп, оларды бір-бірімен жалғастырып, септестіріп, байланыстырып тұратын қосымшаларды септік жалғаулары деп атайды. Септік жалғаулары. Септік жалғауы дегенді септік деген термин, сеп, жәрдем, көмек, дәнекер деген ұғымды береді. Осы сөзден туған септеу деген сөз екі түрлі мағынада жұмсалады. Мысалы, бірі екі нәрсені жалға, ұластыру, екіншісі сөздердің септік жалғауларын қабылдап өзгерту жүйесі. Қазақ тілінде мынадай септіктер бар: атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Септіктер сұрақтары алғашқы кім, не деген негізгі сұрақтардан туындайды. Сондықтан осы сұрақтардың соңына қосылып тұрған жалғау сөздерге де қосылады, бірақ бұлардың варианттары түрліше болып келеді. Зат есімнің септік жалғаулары. Септіктердің атауы, сұрақтары және септік жалғаулары. Атау септік, сұрағы кім, не, жалғауы жоқ. Ілік септік, сұрақтары кімнің, ненің, жалғаулары ның, нің, дың, дың, тың, тің. Бар септік, сұрақтары кімге, неге, қайда, жалғаулары ға, ге, қа, ге, а, е. Табыс септік, сұрақтары кімді, нені, жалғаулары ны, ні, ді, 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 ді. Жатыс септік, сұрақтары кімде, неде, жалғаулары да, де, та, де, нда, нде. Шығыс септік, сұрақтары кімнен, неден, жалғаулары нан, нен, дан, ден, тан, сен. Көмектес септік, сұрақтары кіммен, немен, жалғаулары мен, бен, бен. Ал енді мысал келтірейік. Келін деген сөзді алсақ, атау септік кім, келін. Ілік септік кімнің, келіннің. Барыс септік кімге, келінге. Табыс септік кімді, келінді. Жатыс септік кімде, келінде. Шығыс септік кімнен, келіннен. Көмектес септік кіммен, келінмен. Тағы да мысал келтіре кетсек, атау кім, не, бастық, мекеме. Ілік кімнің, ненің, бастықтың, мекеменің. Барыс кімге, неге, бастыққа, мекемеге. Табыс кімді, нені, бастықты, мекемені. Жатыс кімде, неде, бастықта, мекемеде. Шығыс кімнен, неден, бастықтан, мекемеден. Көмектес кіммен, немен, бастықпен, мекемемен. Бүгінге тақырып осы. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.